Саламатсыздар ма, құрметті қазақ халқы? Біз сіздерден көмек сұрап осы видеоны жазып отырмыз. Біз бір отбасының 5 баласы қазір Аяла деген Ақтөбе қаласындағы балалар орталығында отырмыз. Бір күннің ішінде анамызды, өзіміздің тума апамыз Тілеуов Жанна деген кісі бір күннің ішінде психбольницаға жатқызып тастады, ал бізді осы орталыққа жіберді. Біз негізі нағашы әжеміздің қолында тұрып жатқан болатынбыз. Сөйтіп нағашы әжеміз үй сататын болып, үй тәркіленіп, мүлікке таласу, бізде бауырлар мүлікке таласып, сөйтіп апаларымыз мамамыздан үйдің үлесінен отказын жазғызып, мамамызды әрі сыйдыртпай, бері сыйдыртпай психбольницаға бір күннің ішінде жіберді. Одан кейін бізді де сіңілім екеумізді бастарың істемей, жаңағыдай ауру қыздар деп бізді де жапқысы келген болатын негізі. Бірақ біз қазір Аяла балалар орталығындамыз. Балалар әрі қарай жаңағы балалар үйіне кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан қатты қорқамыз біз. Бізге көмектесетін, біздің артымызда тіреу болатын ешкім жоқ. Ер азамат, ешқандай ер азамат, ешкім жоқ.